Сағат таңғы 7 мен Анкарадан тез жүретін пойызбен таңғы 6-да отырып 2 сағаттың ішінде Коняға келіп жеттім. Өздеріңіз көргендей, күн ерекше болып атып келе жатыр. Көлік қозғалысы тіршілік басталып кеткен. Парктың ішін тазалап жүрген адамдар. Коняның таңы осындай бұлтты, күн салқын болып атып тұр. Түркияда қыс айы дегенмен Түркияның мен білетін өзім тұрып жатқан Анкарада да қыс болса да әлі күнге дейін қар түскен жоқ. Коняда да қар түспеген. Бірақ далада шығып бар, күн ызғарлы, өте суық. Коня өздеріңіз білесіздер, Түркияның негізгі ең ертеден келе жатқан қалаларының бірі. Қазіргі таңда негізгі діни орталығы деп те айтуға болады. Өйткені бұл жерде әйгілі ақын Омар Хайям мен Жалалдин Руми өмір сүрген. Күн суық, бірақ су қатпаған. Мераба. Мына жерде су алып жатыр, қандай күшті. Түркияның қысы енді биыл мен 2-ші жыл көріп жатырмын бұл жақта. Жолдан өтіп барамын, сондықтан 2-ші жыл қатарынан қарды көрген жоқпын. Былтыр Анкараның кейбір жерлеріне шет жағына түскен қарларды көрдім, бірақ ол ұзаса 1-2 күннің ішінде еріп кеткен болатын. Коняда да әзір қар жаумаған екен. Бірақ күн ызғары бар, шық түскен, таң болғаннан кейін шығар, қазір түске дейін күн жылынуы мүмкін. Қозғалыс бұл жердегі Түркияның өзге қалалары сияқты қарбалыс кәдімгідей басталған. Konya bir başkent. Konya eskiden келе жатқан бір астана. Қазір Түркияның астанасы Анкара. Одан бұрын Османлының астанасы Стамбул болды. Одан бұрынғы астана Бурса. Одан да бұрын селжұқтардың астанасы Коня болатын. Соған сай Коня селжұқтардан қалған және барлық астаналардың ең басында тұрған қала. Селжұқтар кезеңіндегі ғалымдар білім ғылым үйретіп, олар Османлының алғашқы медреселерін ашқан. Dolayısıyla Konya Жалпы Түркияда 70 мыңнан астам мешіттер бар екен. Соның 3 мыңнан астамы, нақтырақ 3300-дейі Стамбулда. Стамбулдан кейінгі негізгі ежелгі мешіттер көп салынған қаланың бірі, ертеден келе жатқан тарихы жағынан ерекшелейтін осы Коня деп айтуға болады. Konya bir dini Коняны бір діни орталық десе болады, өйткені ертеде атақты дін адамдар тұрды. Осыған байланысты Коняда 3100-дей мешіт бар деседі. Әрине Стамбулда Коняға қарағанда мешіттер одан да көп болуы мүмкін. 3100 civarında bir camiden bahsediliyor. Конядағы мешіттер Стамбулдағы мешіттерден архитектуралық жағынан ерекшеленеді. Османлы Селжук дәуіріндегі өзінің қолтаңбаларымен салынған. Sanat tarihi açısından baktığımız zaman Конияға тарихи жағынан қарасақ, селжұқтар заманынан қалған дүниелер көп. Селжұқлы мешіттердің маңайында медреселер бар. Оның ішінде атақты Саршалы медресесі, Енжеменярлы медресе, Қаратай және Сахи Бата медреселер сияқты атақты бізге жеткен төртеуін атауға болады. Мына көріп отырған макетіңіз Сахи Бата мешіті мен медресесінің кіреберіс есігі. Тарих пен мәдениет тұрған бір қала. Соған сай әркім Конияға келгісі келіп тұрады. Өйткені әйгілі Мәулана мәдени мұрасы да бұл жерге әркімді келуін керек деп шақырып тұратын сияқты. Жалпы Коня ашық аспан астындағы бір мұражай сияқты. Яғни Коняны аралап жүрген адам бір мұражайдың ішінде жүргендей өзін-өзін сезіне алатын сияқты. Қазір біз Мәулана мазарына кетіп барамыз. Мәулана мешіті осы мазардың ішінде екен. Кіру жағы басқа жағында екен. Біз арт жағынан келіппіз. Қазір айналып барып ішіне кіреміз. Ақын Семейдің мазары екен. Бұл жерге өткен, келген адамдардың барлығы тоқтап, іштерінен дұғаларын оқып, тілектерін тілеп жатыр. Мәулана мазарына кіру тегін екен. Кіріш жүретсіздер деп жазып тұр. Ішке кіру тегін. Бұл атақты Мәулана мазары. Осы мазардың ішінде мешіті бар екен.
Міне әйгілі жасыл шатырлы мұнара, бірақ қазір мұнараның сыртын жөндеу жұмыстары жүріп жатуы мүмкін. Қаптап қойыпты. Әйтпесе өздеріңіз білесіздер, суретте, видеоларда жасыл шатыр ерекше көрініп тұратын. Мәулана негізі көп еңбектерін парсы тілінде жазған, бірақ өмірінің соңғы жылдарын осы Конияда өткізген. Қазір әлемде ең көп оқылатын, батыста, шығыста, солтүстікте, оңтүстікте, тіпті Американың өзінде ең көп сатылатын кітап осы Мәулананың кітаптары екен. Ірі философ, діни қайраткер, сопылық ілімді жалғастырушылардың бірі ұстаз. Конияда Мәулана мұражайы Түркияда туристер ең көп келетін жер. Бірінші орында Стамбулдағы Топкапы мұражайы, ал екінші орында ең көп туристер келетін орын ретінде Мәулана мұражайын атаймыз. Geliyor. Dünyada en çok ziyaret edilen. Бір әдемі сөзі бар. Бұл үмітсіздіктің есігі емес, кімде болсаң тағы кел, бұл жерде үміт бар деген. Жалпы енді Түркияда Мәулана деп жатамыз. Тіршілікті жүрегінде ұстаған адам. Қазір адамдар көп жерде отырып тілек тілеп жатыр. Мына жерде Мәулананың өзінің мазары. Енді дәл жанында әкесінің мазары бар. Бірақ әкесінің мазарын толық бағандардан болып толық көрсете алмай көрінбейді екен. Міне әкесінің мазары жанында. Мына жағынан көрсетейін мен сіздерге қазір. Қоңыр ең үлкен болып тұрған мазар, ол әкесінің мазары. Мына бағаннан толық көрінбей тұр. Басқа да мазарлар көп жанында, енді олар шәкірттері де болуы мүмкін, мәулениханаларда жұмыс істеген адамдар болуы мүмкін. Бір деректерде Мәулана базардың жанынан келе жатқан кезде ұстаның темір соғып жатқан дауысын естиді. Сөйтіп жаңағы ұстаның темірді ұрған кездегі әрбір дыбысына елтіп, сол дыбыс арқылы ақырын айнала бастайды. Конияға көп туристер келетін әйгілі Сема биі, енді сол бидің шығу тарихы осы оқиғадан басталады деп айтады. Бірақ тағы бір деректерде ол биді Мәулана қайтыс болғаннан кейін оның баласы өмірге әкелген деп те айтады. Енді бұған қатысты нақты деректерді әрине тарихшылар біледі. Sema Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri tarafından. Сема, яғни дәруіштер биі Мәулана тарапынан бүгінге жеткен Құдаймен рухани байланыс орнату мағынасындағы бір зікір. Олар өмірдегі әр нәрсенің айналып тұратындығын алға тарта, мысалы күннің жерді айналғаны, оның айналасындағы дүниелердің күнді айналып тұратындығы, дүниенің бір айналып ішінде жүріп жататындығы, жердің айналасындағы айдың да үнемі дөңгеленіп тұратындығын айтқысы келеді. Сондықтан бұл жай ғана бір айналып билеу емес. Әрбір айналым арқылы біз жер бетіндегі әр нәрсенің үнемі қозғалыста айналып тұрғанын айтамыз. Соны түсінген мәуланалықтар оңнан солға айналып билей бастайды. Кониядағы Мәулана атындағы мәдени орталықтың ішінде болады. Жазғы алаңда, сосын қысқы алаңда болып, жазда
орталықтың сыртындағы сахнада болады, ал қыста орталықтың ішінде арнайы үлкен сахна бар. Ол жерде 30-тан 50-ге тарта адамдар билейді екен. Бұл Кониядағы Мауляна атындағы мәдени орталық. Мауляна, яғни Жалаледдин Румидің бізге мирас етіп кеткен Дәруш биін біз осы жерде жалғастырып жатырмыз. Бір аптаның ішінде әр сенбі күні дәл осы жерде би биленеді. Мына жерде музыканттар отырады. Ал мынау дүниедегі ең үлкен семахана. Жалпы Мауляна ханаларда да билене береді. Бұл ежелгі дәстүрлі мирасты сақтап қалу үшін Түркия мәдениет министрлігі арнайы бағдарлама жасап, осы күнге дейін осы жерде сол шаралар жүзеге асырылып келеді. Mevlevi haneler de yapıla gelen